Баршаңызға сәлем. Бүгін мен бауырдан жасалынатын котлеттің рецебімен бөлісемін. Бұл рецепт бір жасағаннан идеальный болып шығады. Сондықтан бұл рецепттерді сіздер де жасап көріңіздер. Қажетті өнімдерді описаниеге жазып қалдыратын боламын. Барлық өнімдерді ет тартқыштан өткізіп аламыз. Бауыр, сәбіз, сарымсақ, пияз, қалауыңша тұз, бұрыш саламыз. Сосын сүт салып, бір жұмыртқа саламыз да жақсылап араластырып аламыз. Ұн салып, бір текті масса болғанша былғаймыз. Қызып тұрған табаға май құйып, бір ас қасықтан салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Осылай барлық котлеттерімізді пісіріп аламыз. Осымен котлетіміз дайын, құймақ сияқты жып-жұқа дәмді болып шықты. Видео ұнаса, мені қолдап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.